Қайырлы кеш барлықтарыңызға, ассалаумағалейкум. Қазақ халқының туысы өте көп, және соған байланысты туыстық атауда көп. Әртүрлі өзінің, әр туыстың өзіне қатысты туыстық атауы бар. Аға, көке, қарындас, іні, немере інім, шөбере інім, шөпшек інім деген сияқты, немене, туажат, тағысы жиен, нағашы, бөле кете береді. Ал мысалы орыс халқында алатын болсақ, ол жақта племянник, ананы сұрасаң да племянник, мынаны сұрасаң да племянник, двоюродный, троюродный болды арман қарай. Жоқ, солай кете береді. Жаңа аталарын сұрасаң да пра кете береді. Қазақ халқы бұған келген кезде өте бай келеді. Бірақ мысалы кей регион, біздің облыстарда, региондарда атау әр жерде әртүрлі аталынады. Мысалы бір жерлерде тәте деп ер азаматты айтса, бір жерлерде әйел азаматты айтады тәте деп. Және де бір жерлерде мысалы балдыз деп ер азаматты да әйел азаматты да айтатын болса, әйелдің жағындағы туысын. Бір жерлерде ер азамат әйелінің інісін қайным деп айтады, әйелінің сіңілісін балдызым деп айтады. Осыған тоқтай кетейікші енді. Балдыз деген ұғымға қалай атаған дұрыс? Әйеліңіздің інісін де, жаңағы сіңілісін де балдыз деп атаған ер азаматқа дұрыс па? Жоқ әлде қайным, балдызым деп айтқан дұрыс па? Қайным деп айтса, ер азамат көп жағдайда мысалы балдызым деп айтатын жақтағы тұратын азаматтар шошып кетеді. Қайным деп тек қана әйел адам айтпай ма деп. Ал ер адам айтса не болады екен қайным деп? Оның несі қате болады екен? Өйткені ер азамат та қайын жұрт жағындағы азаматты қайным деп айтады. Себебі қайын іні деген сөзден шыққан. Қайным деген қайын іні. Кейіннен ол қайын деп жүр, ол қайным болып кеткен. Мысалы, біз айтамыз ғой, ана жақта, мына жақта деп айтамыз. Негізінде ол анау жақта, ана жақта, біз мына жақта деп айтамыз. Негізінде ол анау жақта, мына жақта деп айтылады. Кейін келе біз ана жақта, мына жақта деп кеттік. Сол сияқты қайын іні де қайным болып кеткен. Негізінде дұрыс мағынасы қайын інім. Неге оны қайын інім деп атамасқа? Сонда әр адамның нақты жынысын бір ауыз сөзбен анықтауға болады. Мысалы, ер азамат айтып тұрса, бүгін кешкісін менің қайным келеді деп айтып тұрса, мысалы біз білеміз. Оның жынысын сұрамаймыз, одан біз бірден түсінеміз келетін адамның ер азамат екенін. Ал балдызым десе біз бірден түсінеміз әйел жынысты азамат келетінін. Ал егер екеуінде бірдей атайтын болса, бүгін кешкісін менің балдызым келеді десе, біздің жігіттер шашты тарап, құдашадан құрғағанды құдай ұрады деп дайындалып тұрса, ер азамат есіктен кіріп кеп тұрса, мысалға айтып жатырмын да енді, қалай болады деп. Сондықтан қайыным деп айтқан ер азаматқа да ерсі емес. Өйткені ол оның қайын жұртындағы інісі. Әйел азаматқа да дәл солай, күйеу жағындағы күйеуінің інісі, оған қайын жұрт жағындағы інісі болады. Мынау ер азаматқа да әйел жағындағы әйелінің інісі, қайын жұрт жағындағы інісі қайным болады. Сондықтан бұл сөзде тұрған еш нәрсе жоқ. Мысалы, мен бұрын кішкентайымнан кітап оқитын. Сол кезде мысалы Берқайыр Аманшин деген жазушы бар, батыстың жазушы, Атырау облысынікі. Сол кісінің Махамбеттің тағдыры деген кітабы бар, керемет кітабы бар. Мен соны 6-шы класста, 7-8 класс оқып жүргенімде бірнеше қайтарып оқыдым, маған ұнап қалды сол кітап. Бірақ мен ол кезде, мен қайным деп айтатын регионнан болғандықтан, мен сол жерде бір сөзін, мысалы, біразға дейін түсіне алмадым. Себебі бір жері бар, сол кітаптың ішінде айтатын. Исатай қолдың алдында тұрды дейді, атын ойнатып қолдың алдында тұрды дейді. Ал Исатайдың артында Беріштің сарала туын ұстап, Исатайдың балдызы тұрды дейді. Мен арада түсінбей қалдым дейді, кітапты оқып отырып. Балдыз нес? Исатай сонда еркегі құрып қап, балдызына дейін соғысқа кеп қосты ма деп, мен біразға дейін түсіне алмай жүрдім сол
кейіннен барып студент кезімде басқа регионның балаларымен араласа бастаған кезде ғана мен қайным деп балаларды да айта беретінін түсінгенмін. Міне сондықтан менің ойымша ер азаматта қайным деп айтса, әйел азаматта қайным деп айтса, біз бірден айтпай-ақ, қазақ өзі жарты ауыз сөзден түсінген ғой, жарты ауыз сөзден-ақ біз кімді айтып тұрған, қай жыныстағы адамды айтып тұрғанын біле қоятын едік. Ал енді балдызға келетін болсақ, мен қазақ энциклопедиясын ақтарып қарасам, балдыз деген қарасам, балдыз деп қайын жұрттағы адамдарды айтады дегенді қойған. Басқа нақты мен мысалы сондай бір спорт туралы оқып кездесіп қалама деп қарап едім, ондайды көре алмадым. Балдыз деген бір жерлерден оқып қалдым. Балдыз деген бұрын дейді балқыз деген болған дейді. Балдай қыз. Яғни жігіт адам өзінің келіншегінің сіңілісімен ойнап балқыз деп қалжыңдап, балдай қыз ғой бұл деп қалжыңдаған, сол балқыз кейін балдызға айналып кеткен дейді. Ондай мүмкін ғой, мүмкін сөздің ауысып кетуі кейін бертін келе. Сондықтан мен ойлаймын, қайным деген ер азаматқа да дұрыс шығар екен, қайын жұртындағы інісі. Сіздер қалай ойлайсыздар? Астына комментарий жаза кетіңіздер.